Сәлем достар, бүгін біз бұл видеода ауыздан жағымсыз иіс шығу себептерін айтатын боламыз және онымен қалай күресуге болатынымен ақпарат бөлісеміз. Видеоны аяғына дейін тыңдап, денсаулығыңызға қатысты маңызды ақпаратты жіберіп алмаңыз. Тісті дұрыс тазаламау ауыздан жағымсыз иістің шығуының бірінші себебі. Адамдар көбіне алдыңғы тістердің бетін ғана тазалайды да, тілге жақын аймақты, азу тістің қуыстарын дұрыс тазаламайды. Тісте тұрып қалған тамақ қалдықтарынан түрлі зиян бактерия пайда болады. Олар кейін көбейіп, ауыздың шырышты қабығына, қызыл иек пен тістің қабынуына себеп болады. Мұның салдарынан кариес, пародонтит, пародонтоз, стоматит сияқты түрлі тіс аурулары мен ауыз қуыс аурулары пайда болады. Әсіресе кариеспен емделмей ұзақ уақыт жүре беретін адамдар бар. Ол ауыздан жағымсыз иіс шығарып қана қоймай, түрлі аурудың асқынуына себеп болады. Кариестің қуысына жиналған микробтар жүре келе бадамша безінің қабынуына, тіпті жүрек ауруына әкеп соғады. Ауыздан жағымсыз иістің шығуын болдырмау үшін гигиена талаптарын сақтап, тісті мұқият тазалауды әдетке айналдырған дұрыс. Сонымен қатар, күнде 2 дана қалампырды аузыңызға салып, 30 минуттай сорып жүрсеңіз, ол ауыз қуысындағы түрлі бактерияларды жойып, тіс пен қызыл иекке пайдасы орасан зор. Тіс дәрігерлері қазіргі жастар арасында пародонтит және пародонтоз аурулары жиі кездесетінін айтады. Бұл ауру кезінде қызыл иек қабынып, жиі қанай бастайды, жағымсыз иіс шығады. Пародонтит және пародонтоз ауруы кезінде тістің айналасындағы қызыл иек, яғни диосналарыңыз біртіндеп босап, тіс тамыры мен диосна арасындағы байланыс үзіле бастайды. Осылайша тістер босап, уақыт өте келе тістеріңізден мүлдем айырылып қалуыңыз әбден мүмкін. Бұл аурудың алдын алу үшін және емдеу үшін міндетті түрде жылына 2 рет кем дегенде стоматолог дәрігеріне қаралып, диосналарыңыз бен тістеріңізге ем алып тұруларыңыз қажет. Ауызда жағымсыз иіс кейде тіс жұлғаннан кейін де пайда болады. Дәрігерлердің айтуынша, тісті жұлған кезде орнына қан жиналуы керек. Қан үйіп бітелгенде тістің орны тез жазылады. Ол 5-6 айдың ішінде біртіндеп сүйекке айналады. Егер пациент тіс жұлған соң ауыз қуысын шайқап тастаса, тістің түбіндегі ұйыған қан түсіп қалады. Ол кезде жұлынған тістің орны ашық қалады да тамақ қалдықтары жиналады. Бактерия пайда болады, қызыл иек қабынады. Орны ауырып, жағымсыз иіс қатты сезіледі. Сондықтан тіс жұлғаннан кейін дәрігер айтқан ережелерді мұқият орындап, дұрыс күтім жасау керек. Дәрігерлердің айтуынша, ауыздан жағымсыз иіс шықпау үшін дұрыс тамақтануға, ауыз қуысының гигиенасын сақтауға, тіс дәрігеріне жылына кем дегенде 1 немесе 2 рет қаралып тұруға кеңес береді. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып, видеоның сілтемесімен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.